мен кезінде ішетінмін. Сол берекені қашырған, мен ойымша. Мен ол кезде де ақша табатынмын. Бірақ білмеймін неге, қалай, не үшін ішетін. Ол кезде қанша жаста едің сен? 22. Мен универ бітірдім. Универ бітіргенге дейін ішкен жоқпын. Содан кейін, звездный болезнь басталды, уже там киноға түсе бастадым, сол сфераға кірдім, көрдім, адамдар қандай екен. Мен ол сфераны жамандап жатқан жоқпын енді, әркім өзі біледі, маған бәрі ғой. Ішетіндер де бар, ішпейтіндер де бар. Ішетіндер де бар, ішпейтіндер де бар. Ішетіндер бар, ішетіндер жүреді. Сосын мен еліктеушілік басталды сенде. Енді ішіп жатыр, күшті, давай мен де ішіп көрейін, ішем. Сосын көп ішіп кеттім енді. Көп болғанда енді суббота, воскресенье, пятница, суббота клубта жүрем. Там ішіп алам, не үшін білмеймін. Соңғы бір 15-20 мың теңгем болса қалтамда. Сонымен клубқа барам. Бір күн мен өмір сүреттім ол кезде. Бір күнге жетсе болды, арғы ертесі күн бір нәрсе болады. Сонымен берекем қашады мен. Қанша жыл іштің сонда? 22 жасыңнан? Қанша жыл іштің деген, жаман есінде деген. Қашан тоқтаттың? Не тоқтатты сені? 4 жыл болды. Сенің қазіргі сөздерің мысалы, кәдімгідей бір тәрбие болуы мүмкін жастарға. Сол үшін сұрап отырмын. 4 жыл болды қойып кеткеніме. Әке-шешем де біледі. Біледі болғанда енді наглы көрсетпейсің ғой. Біліп қояды, перегар шығып тұрады ғой. Үйге келген кезде. Қанша рет ұйықтап қалдым мысалы, съемкада ұйықтап қалдым. Береке қашады шынымен. Береке қашады. Жексұрын бола бастайсың, семьяңа жексұрын боласың. Шындық бар жерде солай, иә. Әке-шешеңе жексұрын боласың. Ұйықтап қаласың съемкаға. Кішкене перегармен келесің мысалға. Съемкаға. Оны көреді адамдар. Ой, мынау. Мен қазір перегармен келген адаммен сөйлескім келмейді даже. Қазір. Тұра берсін. Просто жақындағым келмейді.